Сәлем құрметті көрермендер. Бүгінгі істейтін шеберлігіміз тура осы шеберлік. Бұны мен өзім ойлап таптым. Егер сіздерге де ұнаса, онда мен жасау жолын көрсетейін. Ол үшін бізге осындай домалақ моншақтар қажет болады. Оларды бір-біріне жалғайсыз. Одан кейінгісі астындағы тұрған шашақты моншақтарын астына жалғап шығасыз. Кейінгісі екеуін бір-біріне біріктіретін септі жалғап қоясыз. Ол екеуін бір-біріне біріктіретін септің бір жағы 16 см, екінші жағы 24 см болу керек. Содан кейінгі шаруамыз мына екі жақта тұрған екі шашыраңқы септі істеу болып табылады. Тура осындағы қылып қаласаңыздар, онда ұзын жағы септі қырқып алыңыздар да ең шетіне екі жағын бір-біріне жалғап іліп қоясыздар. Одан кейінгісі қазір видеода көрсетемін. Осы видеода міне тура осылай үлгіде алып аласыздар да, біреуін кішкентай, біреуін ұзын қылған күйде екінші моншақтың ортасына жабыстырасыздар. Екеуін бірге жабыстырып болғаннан соң бұл бір жақтағы моншағымыздың жұмысы бітеді. Одан кейінгі шаруамыз мына видеода көрсетіп тұрған бірінші осы кішкентайды іліп аламыз. Бұл кішкентайға менің есебім бойынша 19 сантиметрдегі сеп қажет кетеді екен. Мына видеода көрсетіп тұрмын 19 сантиметр екенін. Соны қырқып аласыздар да, төртінші ортадан, яғни ортадан бір іліп аласыздар. Төртінші домалақ моншақтың ортасынан бір іліп аласыздар. Одан кейінгісі екінші моншақ ары ілесіздер. Ал сол екінші моншақтың ортасына тұрған салбырап тұрған сеп ол 5 сантиметр болып келеді. Мына видеода қазір мен сол септі қазір іліп жатқан кезім болып тұр. Міне ілдім. Одан кейінгі шаруамыз салбырап тұрған кішкентай моншақты міне көрсетіп тұрмын видеода, соны іліп аламыз. Содан кейінгісі мына үшіншіні ешқандай да қырықпайсыз, осыншағы бірінші тағып аласыз. Ол үшін жанынан санағанда үшінші моншақтың ортасынан кіргізіп аласыз. Содан кейін бір кішкентай, одан кейінгісі сәл үлкендеу қылып, ең ақырғы өзіңіз қалаған жеріңізге ілсеңіз болады септі. Міне мен мына видеода көрсетіп тұрмын өлшеп. Бұл енді сәл қиындау болып келеді, сол үшін де мен қазір мына видеода өзімнің сіңірімді қасыма шақырып алдым, және соған ұстап тұруды өтіндім. Сол ұстап тұрған күйде мен кешірім өтінемін, тамағым ауырып тұрған. Сәл соған сатқызып қойдым. Осылай бірінші өлшеп аласыздар. Біреуі сәл ұзын келген болады, екіншісі одан да ұзын болады. Ал ең ақырғысын одан да сәл ұзынша қылып қырқып аласыздар. Міне көрсетіп тұрмын қазір қырқылғанда. Сол салбыраған жерге майда моншақты маңдайдағы іліп жібересіздер. Сол кезде өте әдемі көрінеді. Мен қазір шашымды буып алған күйде көрсетіп тұрмын. Ал негізінде шашыңызды жайып осыны тақсаңыз өте сәнді, өте әдемі көрінеді. Рахмет.